Ассалаумағалейкум достар, Бекзат Алмахан алдағы жексенбі UFC-де өзінің екінші жекпе-жегін өткізеді. Біз асыға күткен жекпе-жек, әсіресе Омар Нұрмагомедовке қарсы жекпе-жектен кейін Бекзаттың келесі қадамы, келесі жекпе-жегі, жалпы спортшы ретінде болашағы қандай болады деген сұрақтар көп болды. Міне бүгін дәл осы бүгіннен бастап, сол жекпе-жектен бастап біртіндеп жауап ала бастаймыз. Бұл UFC 315 турнирі Монреаль, Канада, Квебек аймағы. Француз тілді аймақ, тарихы бай аймақ деуге де болады. Жергілікті спортшы Бред Катона қарсыласы. Бүгін дәл осы жекпе-жек сіздермен бірге талқылап көрейік. Бастамас бұрын менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Егер бұл жерде менің айтып жатқан дүниелерім қызық болса, жалпы менің YouTube арнам қызық болса, онда қош келдіңіздер. Жазыла отырыңыздар, лүпілдетіңіздер, пікір жазыңыздар, жалпы белсенді болыңыздар. Одан бөлек өзімнің Telegram арнама шақырам, Instagram парақшама шақырам. Ол жерде де анда-санда жалпы спортқа қатысты, жекпе-жекке қатысты, жекпе-жек түрлеріне қатысты ең алдымен біраз дүние жазып тұрамын, шама келгенше. Жарайды, жекпе-жекті талқылап көрейік. Бред Катона деген кім? Канадалық спортшы. Бұл тарихта алғаш рет 2 рет TAF шоуын, реалити шоуын ұтқан адам. Осындай бір ерекшелігі бар. Сондай бір топ деңгейдегі, үздік бір әлемдік деңгейдегі атлет деуге келмейді, бірақ өте жақсы спортшы. Брейвтің чемпионы болып үлгерген айтпақшы. UFC-ден бір кетіп, екінші рет қайта оралғанында бар. Былайша айтқанда, өзі мансабы, тарихы бай жігіт, MMA жайлы айтатын болсақ. Жекпе-жектердің басым бөлігі төрешілердің шешімімен аяқтаған. Бір ғана жекпе-жек техникалық нокаут және 3 жекпе-жекті қылқындыру ауырту әдісімен партерде аяқтаған. Оның жалпы енді өздеріңіз байқандай өте сирек кездесетін құбылыс. Енді Бекзатты салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Бекзаттың 11 жеңісінің біреуі ғана төрешілердің шешімімен аяқталған. Міне осындай бір бізде қарама-қайшылық бар бұл екі жігіттің арасында. Бред Катона бұл ең алдымен синтез жасай алатын, стильдерді қоса алатын және IQ жақсы адам, яғни октагонның ішінде аналитика жасай алатын, дер кезінде дұрыс шешім қабылдай алатын сондай бір ерекше қабілеті бар. Сосын ол жігіт жекпе-жектің қарқынын кәдімгідей төмендетіп жіберетін ерекше бір қасиеті бар деуге болатын шығар. Одан бөлек Бред Катона соққы жақсы ұстайды. Өте ауыр жекпе-жектерде болған, кәдімгідей ауыр соққылардың астында қалған. Соны да ескере отырайық. 4 бірдей жеңісі бар, 4-еуі де UFC-де, 4-еуінде де төрешілердің шешімі ұтылған. Оның 2-еуі бұрын соңды ұтылмаған спортшыларға қарсы. Бір қарсыласы 7-0, бір қарсыласы 15-0, соңғы қарсыласы Джан Мацумото, мысалы, бразилиялық. Кезінде Двалишвили ұтылған, яғни оңай жігіттерге емес, былайша айтқанда, көшеден келген жігіттерге емес. Енді ұтылғанда шынымен де мықты жігіттерге ұтылған екен. Оппозициясы енді Бекзат үшін әрине өте жоғары. Бекзаттың жалпы Омардан кейінгі ең бір қиын қарсыласы деуге де болатын шығар. Бұл жерде енді Мауро Мастурамини деген аргентиналықпен салыстыруға болады. Бекзат кезінде UAE Warriors'та төбелескен. Біз ол жаққа қатты үңілмей қойып, қазір тез дәл осы жекпе-жек жайлы ғана сөйлейік. Бред Катона жайлы сөзім жалғайтын болсақ, бұл шынымен де кішкене кикбоксингі бар, кішкене күресі бар, кішкене грэплингі бар адам. Барлығы да былайша айтқанда орта деңгейде жетілдірілген және соның барлығын қосып бүйтіп бірдеңе шығаратын адам негізінен. Бірақ көбінесе күреске ден қояды. Бүйрегі күреске бұрып тұрады. Бір қызығы, карате, бокспен шұғылданғанына қарамастан, базасы соққы жасайтын спорт түрлері болғанына қарамастан, Канадада негізінен каратеден айналысқан, кикбоксингпен айналысқан, бокстың да кәдімгі әуесқой турнирлерде жеңімпаз болған жігіт. Соған қарамастан бүйрегі күреске бұрып тұратын адам. Джиу-джитсудан қара белбеу иегері, бразилиялық джиу-джитсудан. Қазір соңғы бір 7-8 жыл Ирландияда Конор Макгрегордың бапкерінің қол астында жатты, Джон Кавананың. Бәлкім Кавананың әсері де бар шығар бұл жерде. Қалдегенмен бұл бразилиялық джиу-джитсудан шыққан адам. Бірақ сондай бір керемет джиу-джитсу шебері демей қойық, өйткені сабмишндер өте аз. Небәрі 3 сабмишн, оның өзі сәл төмендеу оппозиция қарсы жасалынған. Сипаттама беретін болсақ, осындай жігіт. Осындай қазір бұл спортшының бір былайша айтқанда портретін қалыптастырып болдық. Енді Бекзат Алмаханды алып қарайық. Енді бізге жақсы таныс жігіт. Қазіргі таңда 11-де 2 деген көрсеткіші бар. Жалпы бұл жігіттің көрсеткіші рекорды олай да былай да өзгертіп тұрған. UFC
кірген кезде 17-1 деп есептелген, бірақ кейін ұлттық жекпе-жек түрінде болған жекпе-жектердің барлығын алып тастаған. Өйткені ол жерде 2 раунд 5 минуттан болған, қателеспесем сондай формат, және партерда 30 секунд уақыт береді. Бұны кәсіпқой ММА емес, exhibition fight немесе өзгертілген ММА ережесі деп толыққанды ММА жекпе-жектерін жатқызбай рекордтан алып тастады. Қалай дегенмен 11-2, 11 жеңіс, 10 жеңіс мерзімінен бұрын, және бұл жерде бір қатты назар аударатын дүние, мен біраз жекпе-жектерін, толық жекпе-жектерін қарап шықтым десе де болатын шығар. Серот Билгун деген жігітке қарсы кәсіпқой ММА-дегі дебюттік жекпе-жегін ғана таба алмадым, өкінішке қарай, бірақ жекпе-жектердің басым бөлігінде нокдаун жасаған. Ұтылған жекпе-жектердің өзінде де, мысалы Омарға ұтылды, Сұлтан Жолдашбекке ұтылды, солардың өзінде де нокдаун жасап, қарсыластарына шынымен де қауіп төндіре алған. Жалпы 13 жекпе-жекте кем дегенде 10 нокдаун тіркелген. Бұл өте жақсы көрсеткіш, және айттық қой жаңа, Катона өте көп соққы өткізеді, шынымен де ауыр жекпе-жектерде болған, бірақ сондай бір нокдаун, нокауттар да болмаған, техникалық нокаут ұтылмаған, төрешілердің шешімі ұтылған. Бірақ Бекзаттың бір ерекшелігі, бұл бір соққымен ғана құлап тастай алатын адам. Көрдіңіздер ме? Сосын андай флеш нокдаундар көп жасайды. Жеңіл жоқ жерден тарс етіп соққы шығып кетеді, әсіресе мына сол қолмен келгенде сәл құлаштай ұрған соққы бар арсеналында. Ал Катонаның кішкене ашықтау екенін ескеру керек. Ол қолдарын былай кішкене ашығырақ ұстайды, бас ашық әрдайым. Осы жақтан келген кезде Бекзатта шынымен де біраз мүмкіншілік бар сияқты болып көрінеді. Қалай дегенмен, Бекзат бұл ең алдымен төрешілердің шешімін көздейтін адам емес. Бекзат негізінен мерзімінен бұрын жеңіске жетудің жолын іздейді. Бұған дейін көрсеткіштерінде айтылды, былайша айтқанда 90% жекпе-жектердің барлығы мерзімінен бұрын аяқталған. Бұл ойландыратын дүние. Оған қоса ауыр соққы, оған қоса аяқпен де, негізінен аяқпен де соққы тәп-тәуір жасай алатын спортшы, бірақ біздің қатты назарымызға лекпей жүрген бір қабілет қасиеті деуге болатын шығар. Бұл соққыларға да назар аудару керек. Енді бұл жекпе-жек жалпы қалай өрбиді деген ойланып көрейік. Бұл жерде әрине біз тек қана теория құра аламыз, іс жүзінде оның барлығы қалай болатынын біз тек қана октагонда көреміз. Букмекерлер фаворит деп Бекзатты танып отыр, және бір жағынан түсінуге болады. Өйткені Омарға қарсы жекпе-жекте өзін қалай көрсетті, ол жарайды нокдаун дейік, ол флеш нокдаун, жарайды ол лакки панч дей салайықшы, соның өзінде де Омарға қарсы тәп-тәуір тұрып берген, қысқа ғана уақытта бір айдың ішінде жекпе-жек қабылдап, оның күресінен құтылып аяққа тұрып жатқан. Бірақ Бекзат негізінен грэплер емес, күресетін адам емес, ол негізінен аяқта тұрып жекпе-жекті өткізетін адам. Соның өзінде де қарсыластың астынан тұрып, қайта өзі шабуылдап, қауіп төндіріп отырды. Бұл факт маңызды, бұны ескереді. Әрине жас, сосын жоғарыда айттық, дәл осындай жас проспекттерге ұтылған кезінде былайша айтқанда барлық жекпе-жектері шамамен осындай бір жақсы келе жатқан проспекттерге ұтылған. Двалишвилидің өзі сондай проспект болған кезде Двалишвилиге ұтылған. UFC-дегі небәрі екінші жеңісі Двалишвилидің ол кезде Катонамен төбелескені. Сол факторлардың барлық жиынтығын алып келетін болсақ, букмекерлердің логикасын түсінуге болады. Неге Бекзат бұл жерде фаворит? Өйткені әлдеқайда жас, және стилі шынымен де ыңғайсыз. Бірақ бұл жерде Катонаға Бекзаттың стилі емес, Бекзаттың да, Катонаның да негізі стилі Бекзатқа сәл ыңғайсыздау. Өйткені Катона не істейді? Катона дым істемей, не қарсыласына да өзі дым жасатпай қалуы мүмкін. Көрдіңіз, ондай жекпе-жектер бар. Мысалы, Байыр Штепенге қарсы қарап шықсаңыздар, торға тіреп тұрып алуы мүмкін. Бұл андай ультимативный күрес емес. Позицияны алып, ойбай, позиция алмастырып, бүйтіп ығы-жығы болып, грэплинг бір белсенді көрсететін адам емес. Сондықтан бір жағынан алып қарайтын болсақ, мысалы, Омардың астынан тұра алған адам, менің ойымша, Катонаның астынан тұрмақ түгіл, Катонаға тейкдаун бермей қоюы мүмкін. Бұл жерде бұған да назар аудару керек. Брэд Катона Бекзатты, мысалы, тейкдаун жасап, 3 раунд бойы астына салып сабайды деп айту қиын. Оған осы әр жекпе-жек аяқта тұрып басталады. Ал қызықтың бәрі осы кезде осылады, өйткені Бекзат жоқ жерден соққы жасайды, жылдам араға шығып түзе алады. Не болмаса, әсіресе хайкикті жасырып жасай алатын адам. Сондықтан осы тұстан алып қарайтын болсаң, тым қауіпті көрінеді, өйткені Катонаның өте көп соққы өткізетін қабілеті бар. Сондықтан
Бекзат фаворит дегенмен келісуге болады. Катона жекпе-жекті андай бір термин бар ғой жақсы, иә, засушить деген, иә. Сүйте ала ма, иә? Сүйте алады. Егер бірінші раундтан бастап өз ырқына көндіріп, өзінің бір қарқынды жұдырықтасуға мәжбүрлесе. Бекзат не істей алады? Бекзат ұтылып жатқанның өзінде де құлатып тастауы мүмкін. Сондықтан бұл жекпе-жекті енді біз кем дегенде мен 2 раунд көреміз деп ойлаймын. Бекзат фаворит дегенмен келісем. Бекзат және бұл жекпе-жекте жеңіске жетеді деген батыл болжам жасап көрейін бұл жолы. Өйткені барлық алғы шарттар бар, толық лагерь өткен, америкалық бапкердің қол астында атақты, Парумпа біздің жігіттермен жұмыс жасаған. Парумпа жақсы бапкер, ол бір бөлек. Парумпа дәл осындай күресетін жігіттерге қарсы қалай қимылдау керек екенін білетін бапкер. Сондықтан дәл осындай спортшыға қарсы дайындалу үшін Парумпа өте жақсы бір бапкер ретінде вариант деп есептеймін. Осының барлығын салған кезде, толықтай лагерь өткен кезінде Харигучи, 57 келі салмақта UFC-дің чемпионы Пантожа, солармен спаррингтен өткен адам, қазір іштей өз-өзіне деген сенімділік сұмдық. Сондықтан менің ойымша бұл жерде Бекзаттың бір жарқын жеңісін күтем. Екінші раундтың ортасынан былай қарай, үшінші раундтың соңына дейін, былайша айтқанда, техникалық нокаут тіркеледі деген ойдамын. Өте батыл болжам болуы да мүмкін. Бірақ шамамен екеуінің барлық статистикасын, жалпы алғы шарттарын алып салыстырған кезде осындай ой келеді басқа. Қалыптасқан дәстүр бойынша сіздерде өз пікірлеріңізді жаза аласыздар. Шама келгенше әрине бұл жекпе-жек аяқталғасын дәл осы жерге жиналып тағы да жекпе-жекті ол жол ойында қорытындылап көреміз. Ал сіздер комментарийге қош келдіңіздер. Бұл жекпе-жекке қатысты өз ойларыңызды жазыңыздар. Жалпы не күтесіздер? Бас жекпе-жекте Белал Мұхаммед мырза бар. Бұл жігіттер бізге өте қызық деген сияқты. Қырғызстандық Валентина Шевченко Манон Фироға қарсы титулын қорғайды. Бұл осы жекпе-жекті ғана атауға болатын шығар, қалған жекпе-жектер жеке өз басым үшін қатты қызық емес. Сондықтан комментарийге қош келдіңіздер. Өз ойларыңызды жаза отырыңыздар.